Бір адам көз жұмса, ауылда дәстүрлі қам-қарекет басталып кетуші еді. Үнемі бір сценарий бойынша өрбиді. Адам қайтса, туыстары жоқтап, көрші қолаңға хабар беретін. Олар ауыл аралап, ұзын құлақпен жан-жақтың барлығына естіртетін. Осыдан кейін жұрт қаралы үйге қарай ағылып, көңіл айта бастайды. Неге екенін білмеймін. Дәл осындай қаза үстінде бір жағы күлкілі, бір жағы қызық, көңілді оқиғалар да жиі болып қалатын. Өзім бірнеше мәрте куә болдым. Бірде Байысбек деген қария қайтыс болды. Ауылға сыйлы ақсақал еді. Өтірік айтпасам, сол кезде жасы 90-ға келіп қалған болатын. Мүмкін одан да асып кеткен. Анығын білмедім. Ол кісі кеңшарда күзетші болған еді. Егістікті күзететін. Көз алдымнан кетпейді. Түн. Тып-тыныш. Бөдененің шиқылы ғана естіледі. Шөпті сыбдырлатып, жып-жылы самал еседі. Шөппен жабылған күркесінің қасында Байысбек отырады. Жалғыз, мылтығына сүйеніп, өзінің бар екенін, ұрлыққа түскендерді оңдырмасын білдіру үшін маздатып, от жағып қояды. Ол кісі соғысқа қатысқан екен. Ол кезде қарттардың бәрі ардагер еді ғой. Контузия алып оралыпты. Күн бұзылса, қошы болмайды, бас айналады. Сондықтан күзетшіліктен басқа кәсіпке жарамаған. Ешкімге зияны жоқ қарт еді. Момын, көзге түсе бермейді. Қазір суреттеп берейін десем, түрі де есімде қалмапты. Ал қайтыс болғанын ұмытпаппын. Оның немересі Ерден бізбен бірге 4-ші сыныпта оқитын. Атасы десе шарға жаны бөлек еді. Жанынан қалмайтын. Кейде қартпен бірге егістік күзетуге де барып, күркеде түнейтін. Қарттың қаралы хабары тарағанда, әдеттегідей елдің бәрі сол үйге қарай беттеді. Жай кірмей бәрі дауыс салып, бебеулей ауылға еніп жатыр. Осыдан қатты қорқушы едім. Көшеде топтасып, әр нәрсені әңгіме етіп келе жатқан аға тәтелер кенеттен дауыстап жылап, қаралы шаңыраққа қарай ентеле жөнелетін. Марқұмның ауладағы сәкіде сыбырласа сөйлесіп отырған туыстары да дауыстарды естіп, тез жинақталып, зарлана бастайды. Жоқтай келген ағайы әлгілерді бауырларына басып, көңіл айтып, көздерін сүрткіштеп, былайрақ шығады да, содан соң қайта күйбің әңгіме басталады. Амал жоқ, жөні солай. Жастау кезімде, нағыз әртіс осылар ғой, қабырғасы қайысып тұрса, өтірік жылап несі бар? Деп ойлаушы едім. Содан соң 10-11 жастағы 4-ші сыныптың ұл қыздары түгел колонка басына жиналып, Ерденге көңіл айтпақ болдық. Біреу ерте, біреу кеш келді. Әйтеуір жиналдық қой. Тұрмыз. Не істейтінімізді білмейміз. Баламыз ғой. Сап тізе бұрандап кіріп баратын мектеп жиналысты емес. Үлкендерше өтірік жылайды алмаймыз. Жоқтау да білмейміз. Дауыста сала алмаймыз. Көңілді қалай айтады? Дауыстағанда не деп айқайлау керек? Өйтіп еңіретіндей Байысбек атаның кімге қандай жақындығы бар? Әлі тұрмыз. Бізбен бірге Қайырғали деген бала оқып еді. Есер соқтау болады. 2-ші жылға қалған. Жоқ, бірнеше жыл қатарынан кластан қалған бала. Әр сыныпта 1-2 жылдан қалып келеді. Зүңгіттей, төбемізден төне қарайтын. Біздің арамызда құдды бір дене шынықтыру пәнінің мұғалімі секілді көрінуші еді. Соны қоршап алдық. Баста, Қайырғали, дейміз. Сен дауыстап жыла, біз соңына ілесіп, қосыла кетеміз. Ана ақымақ, өй, қой, неге мен бастаймын? Деп азар да безер болады. Ішіміздегі ең үлкеніміз сенсің. Бойыңда сорайып тұр. Сен дауыс салсаң, біз де ілесіп бірден етіп шулай кірерміз. Деп түсіндірдік. Не деп жылаймын? Деді Қайырбек.
өмірімде 2-ақ рет көрген адамым. Қай кезде? Бірінші рет жоңышқа ұрлаған кезімде тұзбен атқан. Тиді ме? Жоға, тигізе алмады. Екінші рет Қотырдың тойында мас боп қапты. Үйіне апарып салуды тапсырған. Апарып салдың ба? Иә. Тек жолда кішкене төбелесіп қалдық. Төбелескені қалай? Не үшін? Күтпеген жерден таяғымен сап кеп жібергені. Бопты. Бізге қарағанда біледі екенсің ғой, деп шуластық. Давай, баста, алға түс. Бастамаймын деймін. Не үшін жылаймын? Қысқасы, көнетін түрі жоқ. Бедірейіп тұр. Ұзақ тәжгілестік. Ауыл адамдары қасымыздан өтіп жатыр. Балалар неге тоқталып тұр дегендей қарап өтеді. Одан кейін Ерденнің ауласына беттеп, дауыс салады. Қарап тұрмыз. Оң аяқ секілді. Ал біз кібірдікте бәл тұрмыз. Түс болып қалып, күн күйдіріп барады. Бір амалын табу керек. Содан ұлтуғанды қолқалай бастадық. Бірге оқитын өзінше сұлу қыздардың бірі еді. Бойы бірақ тұтам, мұрны қолағаштай. Жылауық болатын. Біреу бірдеңе десе де жылайды, ек алса еңіреп тұрып жылайды. Жалындық. Ұлтужан, сен болмасаң құрдық. Басташ, жыла. Жоқ, деді жылауығымыз. Жыламаймын. Неге? Бүгін жылағым кеп тұрған жоқ. Айтқандарыңа жылай салатын жындымын ба? Ал керек болса, не істедік? Ақылыңнан айналайын. Бейсен жолын тапты. Тегін адам емес қой. Қабырға газетін шығаратын данышпандардың бірі. Бала етейік, деді Бейсен. Сен, Қайырғали, қыздарша майсудық қой. Немене ұрбайып тұрсың? Алға түс. Сөйтсең, біз сені бір апта бойы буфетке апарамыз. Қалайша? Қайырғалидың көзі жылтаң ете қалды. Солай. Күнде 10 тиыннан әкеліп, сабақ арасында саған тамақ әпереміз. Қайырғали ойланып қалды. Көкейінде үміт пен күмән арпалысып жатқан көрініп ақ тұр. Сосын, егер бәрің әперетін болсаңдар, бір емес 2 апта болады ғой, дегені есепке жүйрігін қара. Жарайды, 2 десең 2 апта болсын, деді Бейсен. Келістік пе? Келістік, деді ыңғайға көнген Қайырғали. Жол табылғанына бәріміз қуанып кеттік. Мәзбіз. Осы аралықта Қайырғали өзгеріп сала берді. Мүләмси қалыпты. Түрі аянышты. Өлер алдындағы Гамлет секілді тым қайғылы. Қабағын түйіп, басы салбырап, бүкшейіп дайын тұр. Бізді бір шолып, бақырып жылайын ба? Деді. Әрине, деді Бейсен. Сай-сүйек сырқырау керек қой. Не деп жылайын? Ағамай, ағам, ерте кеткен ағамай деп жоқтай бір. Ерте кеткен 90-ға келіп қалды ғой. Сенің шаруаң қанша, айта берсеңші, деді Бейсен. Қайырғали көзін жұмып қата қалды. Тас секілді. Аңтарылып біз тұрмыз. Болсаңшы енді, деді Бейсен шыдамай. Тоқта, есіме бір нәрсе түсіріп алайын, деді Қайырғали көзін ашпастан. Нені түсіресің? Өмірімнің қиын сәттерін. Ондай көп педі? Көп, деді Қайырғали тына қалды. Бейсен саусағымен ернін басып, бәрімізді тынышталдырды. Өмірін көз алдынан өткізіп жатқан Қайырғалидың бетіне қарап, жым-жырт болдық. 1 минут өтті, әлде 2. Әйтеуір ішіміз пыса бастады. Біреулер үй тапсырмасына үңілді. Осы кезде Қайырғали селт етті. Селт еткенде де үріккен аттай ала жөнеліп, ағамай, ағам деп байбалам салып барады.
Шамасы аса жаман бір нәрсе есіне түскен болу керек. Ұрып барады. Қалып қоймайық деп біз де ұмтылдық. Өзімізше дауыс салып келеміз. Көшені жамыраған балалардың дауысы алып кетті. Осы екпінімізбен Ерденнің ауласына қойып кірдік. Сөйтсек, елдің бәрі жайылған дастарханнан дәм татып отыр екен. Марқұмды туыстары жоқтап отыратын орындықта бос. Кімге көңіл айтарын білмей сасқалақтап қалған Қайырғали алдынан кескен адамды бас салды. Соры қайнаған құрылыс бөлімі қоймасының меңгерушісі Боранбай болды. Қолын жумаққа тұрған ғой. Жүзін жас жуған Қайырғали Борекеңді бас салып, сусу сақалына бетін тығып алып жылады. Құлағын жарардай өкірді. Біз де жетіп, есі шыққан меңгерушінің сытылуына жол бермей жармастық. Елдің бәрі ішіп отырған тамақтарын тастай сала балаларға жүгірді. Есік алды ағы жығы боп кеткен. Үлкенді кішілі бәрі құшақтасып, еңіреп тұр. Бәрінен Қайырғалидың даусы қатты шығады. Барылдақ даусын барынша созып, өксіп жылайды. Әйелдер жағы шыдамай, зарлана жоқтау айта жөнелісті. Еркектер де ұятты жинап қойып, хеңкілдеп жүр. Қай кезде бұлайша ел болып егілгенін біздің ауыл есіне түсіре алмас. Осылайша 7-8 минутқа созылған шығар. Ақырындап ес жинай бастадық. Біреулер сабырға шақырып жүр. Енді біреулер қайта дастарханға жайғасып жатыр. Әйелдер де басылып, пыс-пыс етіп отыр. Тек Қайырғалидың басылар түрі жоқ. Жалғыз өзі шырқырай жылап тұр. Нестерін білмеген әжелер оны шынтағынан демеп үйге кіргізді. Жазуға амал барма, қоя қой. Жақсы адам Құдайға да керек. Өзі берді, өзі алды, деседі. Жылама балам, ажалдан ешкім құтылған емес. Пешенесіне жазылған жасты сүрді ғой Байысбек. Сендерге соның ғұмырын берсін. Қой Қайруш, егіле берме, амал нешік. Бізді дастарханға шақырды. Арамызды алшақ етіп отырғызды. Тым-тырыс үйде ас іштік. Одан кейін молда дұға етті, бет сипап түрегелдік. Тарай бастадық. Үй ішінде өкірген Қайырғалидың даусы ғана көпке дейін басылмады. Байғұс балаға қатты баттау, десті адамдар. Қарт екеуінің арасында бір сыйластық болған ғой, қайдан білейік. Я, ебіл-себіл шыққан бейшараның. Келесі күні үзіліс кезінде әдеттегідей мектептің артына жиналдық. Үлкен балалар бізге темекі шегуді үйрететін. Айнала отырып, көк түтінді бұрық еткізген соң бәріміз үнсіз Қайырғалиға қарадық. Кешегі концертін түсіндірсін. Өй, не болғанын өзімді білмеймін, деді ол қызаңқырай. Баяғыда әке-шешем қарындасымды қалаға апарып қыдыртқан болатын. Сонда мен ілестірмей апамның жанына тастап кетті. Мен оларға өгей емеспін ғой, неге өйтеді? Сол кеше есіме түсіп кетті. Балалар ду күлді.